Түн. Бірі үйіне енді жетті, бірі көңіл көтеруге шықты. Енді бірі жаңа ғана ұйқысынан оянды. Бірақ дәл осы сәтте қала тыныштық құшағына енгендей көрінгенімен халыққа қалтқысыз қызмет етіп жүрген жандар бар. Кеш жарық көрермен, әлде қайырлы түн дейін бе? Жарайды, маңызды емес. Маңызды жаңа арнада алғашқы бағдарлама ерекше кейіпкер. Біз бұл бағдарламада түнгі ауысымда елге мүлтіксіз қызмет ететін жандардың тыныс тіршілігімен таныстыратын боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Шымкент қаласы. Тұран ауданының мамандандырылған өрт сөндіру жасағы. Сыртынан қарағанда миллионды шаһардың тыныштығын күзеткен кезекті түнгі ауысым. Бірақ бүгінгі біздің кейіпкеріміз үшін бұл түн жай ғана кезекшілік емес. Бұл оның ширек ғасырлық машақатты еңбек жолындағы ең соңғы түнгі күзеті. Ертең ол отқа төзімді шинелін шешіп, бейбіт өмірдің зейнетіне шығады. Бірақ бүгін түнде ол тағы да тілсіз жаумен бетпе-бет келуі мүмкін. Өйткені қауіп айтып келмейді, ал антына адал маманның күзеті соңғы секундқа дейін тоқтамайды. Сәлеметсіз бе аға, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жақсы, Құдайға шүкір. Бүгін сіздің соңғы ауысымыңыз деп естідім. Көңіл күйіңіз қалай? Қандай сезімде тұрсыз? Мына жүрегіңізде қандай сезім болып жатыр? Соны айтыңызшы. Мен бүгінгі ақырғы сменде Құдайға шүкір жаман емес, көңіл күйім жақсы. Енді бүгінгі сменді атқарсам, Құда қаласа, ертең зейнетке шығуға кетіп баратынмын. Я аға, жалпы көпшіліктің ойында мынандай бір сөз бар екен. Өрт сөндірушілер тек өрт кезінде ғана жұмыс жасайды. Ал қалған уақытта босқа жатады дейді. Сол қаншалықты рас? Енді бізде көп адам айтса айта берсін, бізде ондай жоқ. Бізде Құда қаласа азанда келесің. Екі сменде развод болады. Одан кейін киім тексеру бастады. Үлкен бөлім бастықтары. Одан кейін машина қабылдаймыз. Киім үлгісін тексереді. Бас киімді тексереді. Үстіміздің киім үлгісін тексереді. Содан біз сменге түскеннен кейін ауыр аппаратымыз бар. Соларды қабылдаймыз, машинады қабылдаймыз. Сағат 11-де өртке дайындық болады. Сағат 10-нан 11-ге шейін сабақ өтеміз. Күнделікті тактикамен нені. Ал Аға, енді әрине түсінікті, біраз жұмыс атқаратындарыңызды көріп тұрмын, біліп тұрмын. Бүгінгі мен мақсатында осы сіздердің атқаратын жұмыстарыңызды көрерменге көрсету. Мені сіз жас тәлімгеріңіз деп есептеңіз. Бүгін мен сіздің көмекшіңізбін. Маған кешкі ауысымда істейтін бүкіл жұмысты берсеңіз болады. Келістік пе? Келістік. Мен сен жас тәлімгер болып келіпсің, мен саған үйретейін онда. Олай болса аға, былай қарай жүреміз бе? Иә, 21 жыл бойы Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті Тұран ауданының мамандандырылған жасақ бекетінде абыроймен қызмет етіп келе жатқан Жұмағали Рахымұлы біз үшін нағыз батыр, әрі білікті ұстаз. Ол тек өз ісінің маманы ғана емес, қиын сәтте тайсалмай алға шығатын жүрек жұтқан азамат. Оның ерлігіне дәл 2019 жылы Арыс қаласында болған төтенше жағдай. Сол сәтте Жұмағали ағамыз алғашқылардың бірі болып қауіпті аймаққа жетіп, өз өмірін қатерге тіге отырып, тұрғындарды қауіпсіз жерге жеткізеді. Және тілсіз жауды ауыздықтауға белсене қатысты. Жақсының өзі де жақсы, сөзі де жақсы дейді қазақ. Осындай ержүрек кәсібіне адал жаннан тәлім алып, қыр-сырын үйреніп жүргеніміз біз үшін үлкен мақтаныш әрі мәртебе.
осы кісінің қасында жүріп, азда болса өзімді нағыз өрт сөндіруші ретінде сезіндік. Бұл мамандықтың арқалаған жауапкершілігі мен қадір қасиетін жүрекпен түсіне бастадық. Аға, негізі біздің бағдарламамыздың мақсаты түнгі ауысымда өзіңіз секілді еңбек адамдары не істейді соны көрсету. Қала жұрты 18:00-де жұмыстан үйіне асығып, автобус лық толып, жолдың бәрі кептеліс болған кезде сіздер немен айналысасыздар? Бізде сағат 5-тен 6-ға шейін спорттық шара, өзіміздің комнатамыз бар. Сол жерде спорттық шарамен айлансамыз, біз барлық уақытта дайынбыз. 6-дан 7-ге шейін психологиялық расписание бар. Соған мысалға сабақтарды қалай өттің, бүгін не істедіңдер, сонымен 1 сағат болады. Одан 7-ден 8-ге шейін ужин. Ужиннан кейін 3 сағат демалыс, телевизия көріп отырамыз, телевизор көреміз. Одан кейін сағат 11:30-да 11:00-де демалуға кірісеміз, демалуға. Ал енді аға, мен не істейін? Маған қандай тапсырма бересіз? Енді сіз жас тәлімгер болып келесіз бізге. Сізге бағана киім кию үлгісін үйреттім ғой. Соны киім киіп үйренесіз. Түсінікті, аға. Онда мен микрофонымды сіз ұстаңыз, мен киім киіп көрейін. Ең тез кию үлгісі 24-25. Рекордты жаларам, достар, қараңыздар. Ал енді киім кию үлгісін киіп үйреніңіз. Журналист мамандығының бір кереметі бір күнде мүлдем басқа кәсіптің иесіне айналып шыға келесің. Бүгін жобаның түсірілімінде мен өмірімде алғаш рет өрт сөндірушінің арнайы киімін кидім. Сыртынан қарағанда жай ғана форма болып көрінгенмен, бұл киімнің салмағының өзі бірнеше келі тартады екен. Оны үстіңе ілген сәттен бастап бойыңды ерекше жауапкершілікпен қобалжу билейді. Мен киген мына арнайы костюм сыртынан жеп-жеңіл көрінгенмен өте ауыр. Ал оған оттегі баллонын, балта мен басқа да құралдарды қосқанда жігіттер үстіне 30 келі жүк арқалап лаулаған өртке кіреді. Киінуге небәрі 21 секунд беріледі. Дабыл қағылған сәттен бастап көлікке отырғанға дейін өрт сөндірушінің тек 21-ден 45 секундқа дейін ғана уақыты бар. Ашығын айтсам, мен бұл уақыт ішінде киініп үлгермек түгілі костюмді дұрыстап кие де алмадым. Ойбай. Аға, мына өте ауыр. Қанша килограмм негізі? Килограмм білмеймін қанша екені, бірақ өте ауыр бұл. Бұл су болғанда ауырлығын көресіз. Сонда су болған кезде де ауыр бола ма? Достар, менің салмағым 50 килограмм. Бірақ мынау шамамен 100 килограмм десем, артық болмайды. Өте қиын, демалудың өзі қиын. Сіздерге бас ием. Ойбай, басым. Аға, мен киімді кидім, өз рекордымды орнаттым. Енді не істейін, соны айтыңызшы. Енді сіз азанда келгенде, мысалға, машинаны қабылдау керек. Мынау өртке пайдаланатын заттар. Лом, балта, ара, күрек. Мынау электричествоны кесетін қайшы. Аға, бұның барлығы не үшін керек? Қарап тұрсам, құрылыс заттары сияқты. Мысалға, лом есік ашуға керек. Балта, бір жердің мысалға кіретін кезде ара екеуі кіре алмай жатсаң, балтамен ағаштарды шабуға керек. Күрек мысалға сулар бекіту керек қой, мысалға, сол кезде керек. Мынаны электричество кесетін қайшы. Бұл электричество кесетін. Мысалға, Бұда доғырмен ма? Бұның доғырады. Бұның аяғына киетін диэлектрический боты болады и печаткасы болады. Содан 3 иінді сатыны қояды төбеге. Содан осымен қырқады. Одан доғырмайды одан. Өзінің печаткасы бар и электрический боты бар. Мынау қайшы. Бірінші барған кезде біздің ең бірінші істейтін тірлігіміз
істейтін заданиеміз бірінші рет электричествоны өшіреміз, содан кейін үйді өшіреміз. Электричествоны өшірмесек доғырады. Бізде бәріміз ұйықтаймыз ол кезде. Біздің ең бірінші барған кездегі істейтін тірлігіміз электричество. Келесі бізде бұлар не аға? Не үшін қажет бізге? Өртке қолданатын оқпан дейді. Өртке қолданатын оқпан. Оқпан бірінші өртке барғанда біз мына мысалға мынау 51-ші жеңді соған жалғаймыз осылай. Міне. Көрдіңіз ба? Осылай жалғаймыз. Содан мынаны ашамыз. Қатты бердіңіз, қатты береді, жай бердіңіз, жай береді. Өрт сөндірушінің құрал-саймандары оның майдандағы басты қаруы. Жоғары температураға төзімді арнайы жауынгерлік киім, иыққа асылатын тыныс алу аппараты мен оттегі балоны қою түтіннің ішінде еркін тыныс алуға мүмкіндік беретін, салмағы 10-12 келіге дейін жететін маңызды жабдық. Осыны жалғаймыз. Одан енді ары қарай өртке кіруге. Осыны жалғаймыз. Одан ары қарай. Достар, міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, өрт сөндіруші болуда оңай емес. Өзінің қаншама жұмыстар бар екен. Бұлай ашасың, жабасың. Өрт оқпаны бұл. Ал енді мен де қайталап көрейін. Бірге болыңыздар, менімен бірге. Ең негізгі құралдардың бірі өрт оқпаны. Бұл құрылғы жоғарғы қысыммен су немесе арнайы көбікті шашып, жалынның бетін басып, өрттің таралуына жол бермейді. Өрт сөндірушілер үшін тілсіз жаумен күрестегі ең сенімді әрі тиімді қарулардың бірі. Оған қоса, құтқару жұмыстарында темір есіктерді, терезелерді және басқа да кедергілерді бұзып ашуға арналған өрт балтасы қолданылады. Ең маңыздысы, адам өмірін құтқару жолындағы жауапкершілік пен жігерлік. Мен күшім шынымен келмейді. Бұның бәрі ауыр нәрсе ғой, сізге қыз баласынан қиындау болады. Негізінде. Осы орайда бір сұрақ тұр да. Негізі Шымкент қаласында қыз өрт сөндіруші бар ма? Көрген бе едіңіз? Кездестіргенсіз бе? Қыз өрт сөндіруші жоқ, диспетчер бар. Диспетчер бар, иә? Негізі өрт сөндіруші болмаңыз. Болған емес. Шынымен де қыз баласына өте ауыр жұмыс. Сол себепті де өрт сөндіруші қыз баласы бола бермейді. Мен енді суатып көрейін. Қалай екен өзіңіз? Керемет, болды. Екінші мамандық өрт сөндіруші болады. Өрт сөндірушілер кешігіп келді, суы жоқ болып шықты. Әлеуметтік желідегі дәл осындай жазғырулар мен айыптауларға олардың еті үйренген. Бірақ ешбір бейнежазба мен ешқандай пікір оттың ішіндегі шынайы көріністі жеткізе алмайды. Кейіпкеріміз бүгін тағы бір қиындықты айтты. Бұл техниканың жетіспеушілігі емес, адамдардың салғырттығы. Тар көшелерге бей-берекет қойылған көліктер, уақытында жол бермейтін жүргізушілер және секундпен санасатын сәттегі кедергілер. Ол адамдар енді айта береді. Біз қалай хабар түседі, солай жетіп барамыз. Біздерде дондарда кіре алмаймыз, мысалға. Машине қойып тастайды, решетке қойып тастайды. Оларды біз бұзып кіре алмаймыз ғой. Сондықтан кешігеді деп айтады. Біз негізінде 5 минут, ары кетсе 10 минутта жетеміз. Егер жол ашық болса. Жол ашық болмаса, кептеліс болса, біз енді 20 минут. Ары кетсе, бізге жол ашады. Қазір Құдайға шүкір, адамның бәрі біледі. Пожарныйге басса, скорыйге басса, алдымызды ашып отырады. Біз жедел баруға тырысамыз. Осы мамандығымыз бойынша. Бізге бірінші өшіріп, адам құтқарамыз, содан кейін құнды заттарды құтқарамыз, алып шығамыз. Өте арсыз ме? Алло, тыңдап тұрмын. Айта беріңіз. Қалай ахуалың? Мекен жайда үй жанып жатыр.
аға, енді бұл сіздің соңғы шығып жатқан дабылыңыз. Ішіңізде қандай сезім? Қайтпай қаламау деген сияқты қорқыныш бар ма? Менде 25 жыл жұмыс істеген жерімнен ондай ой болған емес. Қайтпай қаламау деген ой болған жоқ өмірімде. Енді бүгінгі ақырғы сменімде ондай ойдан аулақпын. Құда қаласа аман есен азанда шығарып салады деген ойдамын. Я, аға, енді жалпы өрт сөндірушілер туралы оралайықшы. Ең қиын кезең сіздер үшін қандай кезең? Бізде ең қиын кезең үй жанғанда. Неге? Үй жанғанда бірінші барамыз. Бірінші барып электричествоны өшіреміз. Содан кейін адам шығарамыз. Одан кейін құнды заттар шығарамыз. Ал сіз ше, сізде қандай сезім болып жатыр? Қорқыныш бар ма? Иә, менде қорқыныш бар. Өйткені мен әлде де жұмыс істейтін уақытым алда. Мен енді кіргеніме енді міне дегенде 3 жыл болды. Әлде менде кішкене болсын жүрегімде қорқыныш бар әлде. Бірақ біз пожардың қандай үлкен болып жатқанын оны түсінбейміз, көре алмаймыз. Барған соң сол жерде Жұмағали ағамызбен бірге Құдай қаласа аман-есен ораламыз деген ойдамын. Иә, жерге беремін. Құдайберген Жұмағали екеуміз 2005 жылы бірге қатар жұмысқа кірдік. Содан бері қызмет атқарып осы Жұмағалиді бүгінгі күнде зейнетке шығарып салып жатырмыз. 25 жыл бұрын бірінші келген кезде мен таңдайтын едім. Өйткені ол уақытта қиын еді. Ол уақытта өрт көп болатын. Енді мен әзірге жастарға айтамын, ешқашанда жұмыстан қашпау керек. Жұмағали Рақымұлының бір қасиеті маған ұнайды. Ол сабыр. Өртке білесіңдер, түтіннің ішінде 3-4 адам болып кіреміз. Сол өте сенімді жігіт. Түтіннің ішінде отқа да түссе, сол кісімен бірге жүрсем, уайымсыз өрт өшіретін еді. 25 жылда өте көп нәрсені көрдім мен. Бұл 25 жылда өте неше өртке бардым, неше өрттерден келдім. Өміріміздің мысалға 25 жылда жартысы осы жерде өтті. Менің жұбайым мұғалім. 25 жыл бойы мен жағдайымды істеп келді. Түні кетіп отырғанбыз. Қайта бізге поддержка беріп, киімдерін дайындап, сол кісінің де поддержкасы бар ғой енді. Саған отбасың үшін де, елің үшін де, жасаған еңбегің үшін де алғыс айтамын. Біз әрқашан сені мақтан тұтамыз. Әке, мен сізді жақсы көремін, сізден мақтанамын. Әрқашанда аман жүріңізші. Рахмет сізге. Қимастық бар өзімізде. Енді 25 жыл бір жерде істеу оңай емес. Өзіңіз білесіз, соншалықты осынша балдармен жұмыс істеу, бірге араласу, бірге отырып, бірге тамақ ішу, бірге жұмыс істеу, небір өрттерде болдық. Осы бүгінгі смендегі әріптестеріме өте қуаныштымын. Бұлар мені ақырғы сменімді шығарып салып жатыр. Кезекшілік аяқталды. Түн ортасында шаһар тыныштығын күзеткен дабыл дыбысы басылып талай мәрте сын сағатта серік болған алып техника өз орындарына қойылды. Осы сәтте гарнизон ауласында ерекше тербеліс орнады. Иық тіресе қызмет еткен, от пен судан бірге өткен әріптестері сапқа тұрып, өздерінің ақылшы ұстазын, тәжірибелі жетекшісін құрметпен зейнетке шығарып салды. Біз бүгін нағыз батырдың иығынан жылдар жүгі түскен, бірақ антына адал болып, абыройы асқақтаған тарихи тербініске толы сәтке куә болдық. Бұл қызметтің аяқталуы ғана емес, артында өшпес із, өнегелі із қалдырған еңбек ардагерінің өмір баяндық жаңа кезеңінің басталуы.